Әйел адам сыртқа шыққан кезде иіссу себініп шығуына болмайды. Алла елшісі әйел көшеге шығарда иіссу себінбесін деген. Ал себетін болса, хадисте айтылғандай, әйел адам әтір жағып сыртқа шығып бөтен ерлердің арасына баратын болса, зина жасағанмен тең. Мұнымен қоса ол адам үйіне қайтып оралғанша Алла тағаланың қаһарына ілігеді екен. Иіссуді сыртқа себуге болмаған сияқты мешітке де қолдануға қатаң тыйым салынған. Алла елшісі оған игілігімен сәлемі болсын, егер араларыңнан біреуің әйелдер мешітке қарай жиналсаңдар, әтірге жақындамаңдар деген. Мұндағы мақсат құлшылықтағы ер адамдардың көңілін бөлмеу. Ең қорқыныштысы, әтір жүніпті күйге түсіруі мүмкін. Ол туралы хадистердің бірінде былай делінген: бір әйел хош иістер себініп намаз оқуға мешітке келсе, жүніптіктен ғұсыл алғандай, ғұсыл алмағанша намазы қабыл болмайды. Әйел адам әтір қолданса, құптан намазында бізбен бірге болмасын деген сөзі тағы бар. Бұл жерде құптан деп айтуының себебі, нәзік жандылардың әтірді түңілік көп себетіне назар аудару керек екен. Бұл әйел адамдарды барлығынан шектеу деген сөз емес, жағымды иіссуды себетін өз орны болады. Хош иістерді жарыңыздың алдында қолдана аласыз. Исламда ерінің разылығын алу әйелдер үшін өте маңызды. Сондықтан да тек жолдасының алдында ғана сәнденуге рұқсат етілген. Сондай-ақ тұрмысқа шығуға рұқсат етілмеген ағайындар мен балалары құрбыларының алдында әтірмен жүруге болады. Әтір мен тазалықты шатастырмаған жөн. Қазіргі таңда әтір себу тазалықтың нышаны іспетті. Әсте ислам тазалыққа жіті қарайды. Күнделікті 5 уақытта рет ғұсыл, денеңдегі кірмен қоса күнәларыңды жуып шаятын таптырмас мүмкіндік. Сондықтан да әйелдер қауымына үнемі жуынып, киім тазалығына аса мұқият қарау керек. Жұма күні ғұсыл алудың да астарында осы тазалық жатыр. Яғни күндердің сұлтанында Алла үйінде адам қарасы көп болғандықтан тердің иісі шығып басқаларға ыңғайсыздық тудырмау болып табылады екен. Енді иіссудың зиянына келетін болсақ, иіссу, сусабын және басқа да косметикалық және гигиеналық өнімдер ауаны ластайды. Олардың зияны көлік пен темекіден шығатын түтіндікпен бірдей болады екен. Тағы да қызықты деректерге келсек, кез келген бойжеткен әтір сепкенді жақсы көреді. Оларға оның қораптағы қымбат түрі немесе құйылмалы екені маңызды емес. Оның түсі мен иісін әркім өз қалауынша таңдайтыны анық. Бірақ оны қолдану әдісі бәріне ортақ. Әтір сүйер қауым қандай қателіктер жібереді? Мұны қалай жөнге келтіруге болады? Бірінші қателік: шашқа себудің қажеті жоқ. Шаш әтірдің иісін өте ұзақ сақтайды. Ал құрамында алкоголі бар әтірлер шашты құрғатып жібереді. Мұнымен қатар шашқа әтір себу шылым шегушілердің ортасында жүргенмен бірдей екен. Бұл иістен тек жуыну арқылы ғана арыла аласыз. Егер кеш батқанша образыңызды өзгертіп басқа әтір сепкіңіз келсе, әтірді шашқа жақындатудың мүлдем қажеті жоқ. Ал әр қыздың өмірінің әртүрлі жағдайына сай 3 әтірі болу керектігін білетін шығарсыз, десе де бұл басқа әңгіме. Екінші қателік: киімге сеппеңіз. Әтірдің иісінен одан кейін қалатын сары дақтан тек су мен ұнтақтың көмегімен ғана арыла алатындықтан оны киімге мүлдем сеппеген жөн. Мұнымен қатар әтір мен терінің иісі араласқан кезде жағымсыз иіс шығуы да ғажап емес. Бәрінен дұрысы, оны ваннадан немесе душтан шыққан соң парфюмерлік кремнің үстіне себу керек. Үшінші қателік: әтірді білегіңізге сепкен соң үйкемеңіз. Парфюм сеуіп білекті бір-бірден үйкеген кезде оның құрамындағы кей қасиеті жоғалады. Үйкеген кезде тері қызатындықтан иісі онша ұзақ сақталмайды екен. Төртінші қателікке келетін болсақ, таңертең иісі мүңкіп тұратын әтірді сеппеңіз. Бұл өзгелерге көрсеткен құрметіңіз болсын. Францияда мұны кербездік немесе салтанаттылықтың белгісі деп білсе, Қазақстанда бұл әрекетіңізді әдепсіздік деп түсінеді. Себебі таңертең қоғамдық көлікте, жедел сатыда барлығы қысылып тұрған кезде ешкімнің әтірдің иісіне тұншыққысы келмейді. Кешкі мезгілге дейін шыдап, қалаған иісіңізді осы уақытта себуіңізге болады. Бесінші қателік: құрғақ теріге жақпаңыз. Құрғақ теріге себілген әтірдің иісі ұзақ сақталмайды. Сондықтан оны ылғалдандырғыш кремнің үстіне жаққан жөн. Алтыншы қателік: парфюмді күн түсетін жерге қоймаңыз. Ол күн көзінің астында тотығып, түсі мен иісін жоғалтуы мүмкін. Мұнымен қатар жуынатын бөлмеде де сақтаудың қажеті жоқ екен. Ақпарат ұнаса мені қолдап, лайк, комментарий жазып
жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.